Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuhu. Ayolu din kardeşler. Bir hadiste bulay aytılgan. Anil Bara bin Azib radiyallahu anhuma kal. Amarana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi sab'in ve nahana an sab'. Amarana bi iyadatil marid ve ittiba'il cenaze ve teşmitil atis ve ibrazil qasam ev'l muqsim ve nasril mazlum وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو أن تختم بالذهب وعن الشرب بالفضة وعن المياسر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والدباج متفق عليه. Al-Bara bin Azib, Allah onundan razı olsun, aytқан: Пайғамбар, Алладың берекеті эмсалымы болсын, оға бізге етті затты бұйырыпты, етті затты тыйыпты, яратпапты. Авритағанға баруды, яназаға қосылуды, шүшкіргенге ярхамукалла деп айтуды, ант еткенін антын еріне еткеруді, аділсізлік етілген адамге көмек етуді, шақырғанның шақыруына баруды, саламды яюды бізге бұйырыпты. Алтын yüzük тағуды, күміс сауыттан ішуді, иерге ястық салуды, ебектен, шолықтан ясалған түрлі киімлерді киюді бізге тыю етіп яратпапты. Hadisті Бухари Муслим имамлар yazғанлар. Сосы хадиста Алладың елшісі бізге бек мәнілі затларды үйретеді. Біріншісі, авырған адамге бару. Адам авырған заманда құру кеудесі қарқырасы туыл, яны да қиналады. Оға мане беріп, оны көрмеге келгенде ол ял алады, жүрегі тыншаяды, көңілі ашылып, игілігі тез келеді. Соның үшін авыртаған адамге бару бек саваплы іс деп саналады. Әрбір мұсылманның Алла Таала берген ағы бар, авырған заманда басқа дин қардашларының оның көру үшін келулеріне. Екінші мәселе, бір мұсылманның яназасын көргенде оға қосылып бару. Ол да әр мұсылманның ағы. Өлгенде дин қардашларының оның яназасына қосылып, қабырына дейін баруы. Алла Таала бір мұсылман үшін басқа мұсылманлардың шапаатын, оның үшін тілеген тілеклерін қабыл етеді. Сонымен, яназаға көп адам қосылып, өлген үшін дуалар етсе, Алла Таала ол өлгенді кешірмеге болады. Үшінші мәселе, мұсылман адам шүшкіріп, «Альхамдулиллах» деп Аллаға шүкір еткен соң, оға «Ярхамук Аллах», Аллах саға райымлық етсін деп айтпаға бізге борыш болады. Тек адам шүшкіріп, Аллаға шүкір сөзін айтпай қойса, оға «Ярхамук Аллах» деп айту керек тұғыл. Дөртінші мәселе, ант еткеннің антын еріне еткеру. Ол зат қалай болады? Мысалы, бір мұсылман ант етіп айтқан болса, Аллаға ант етемін, Амир маға мұндай көмек етегіне деп. Амир деген дін қардашы амал тапса, сол көмекті етпеге шалысу керек. Адамның антын еріне еткеріп. Әлбетте айлақ қиын болмаса. Бұл әдет мұсылманлар бір-біріне таянып болатаған ямағат болу керегін бізге көрсетеді. Бесінші мәселе, біреулер бір мұсылманға аділсізлік етіп, оны қорлаған болса, яда оның қиынын ашаған болсалар, сол мұсылманға көмек ету борыш болады. Көмекке күші еткен адамге яда адамдерге. Аділсізлікті көріп, үндемей қою күнә болады. Әлбетте, күші қуаты болып евін тапқанларға. Аділсізлік еткенді ақлыққа әкеліп болмаса да, аділсізлік көргенге қолдан келген көмекті етпеге тарық. Көңілін ашпаға, керек болса, малдан мүліктен онымен бөліспеге. Алтыншы мәселе, бір мұсылман дін қардашын ас ашамаға шақырса, оның шақыруына бару саваплы іс болады, дұрыс болады. Бұлай асқа шақырса, мұстахаб дәрежесінде саваплы іс болады. Тойға шақырса, оға бару важип, борыш болады. Еттінші мәселе, саламды яю. Басқа бір хадиста Пайғамбар Алладың берекеті эмсаламы болсын оға айтыпты: салам айтыңыз, танығанға да, танымағанға да деп. Сосы етті мәселе, дін қардашлар, мұсылманлардың арасында татымлық, тыпақлық, рағимлік болуы үшін бізге бұйырылған. Сол затларға біз мане беріп, оларды етпеге шалыссақ, ямағатымыз күшлі, берекетлі, халыққа, дінге пайдалы ямағат болар. Етті затты Алладың елшісі бізге тыйған, яратпаған. Бірінші, алтыннан ясалған yüzüklерді, яда басқа затларды мұсылман еркеклерге тағу. Екіншісі, күміс сауыттан ішу яда ашау.
Soğa göre күмістен ясалған сабытты асқа kullanmağa yaramaydı. Tek uyda saklamağa boladı. Üçüncüsü, attın ya da tüyedin yerine, sidlosuna yumsak yastık salıp aydamağa yaramaydı. Hem hadiste kalgan 4. 5. 6. hem 7. meseleler de türlü yibekten, şolktan etilingen türlü kiyimlerdi Müslüman erkeklerge giymeye yaramağanın aytadı. Sosu yetti Müslüman erkeklerge aytılgan tıyular Müslümanlardı aylak osal boludan, dünyaga aylak iyelip kalıdan, yumsak zatlarga үйренүүден saklaydı. Nege dese Müslüman adam erkek bolsa, yumsaklık hem parahat yaşaga үйреніп kalmaga, olarga köp mane bermeye gerek tuğul. Erkek күші бар adam halkka hem Allah'ın dinine kuluk etpege, gerek zamanda olar üçün soğusqa ketpege, kıyınıklarga yoluqqanda olarman küreспеге бажару gerek. Ol yumsak yastıkta oturup, yumsak yastıkta yatıp, altın yüzükpen yibekten yasalgan kiyimlerge үйреніп kalsa, moynundağı ağır borçların elbette yerine yetkerip bolmayak. Sonun üçün sol yetti zat Müslüman erkeklerge tıyıu etilgen. Tınlağanыңыз үшін sağ bolunuz. Assalamu alaikum ve rahmatullahi teala ve barakatuhu.